Ломбардтардың тұрақты клиенті отбасы банктен ипотека рәсімдей алмайды. Яғни алтын бұйым, қымбат техника, тонын тапсырып жиі қарыз алатындарға жеңілдетілген несиемен баспана берілмейді. Әлеуметтік желіде осындай ақпарат тарады, шынымен солай ма? Отбасы банкке сауал жолдадық. Қазақстанның ұлттық ломбардтар қауымдастығына және қаржы нарығын реттеу агенттігіне хабарласып жауап алдық. Бұл жолы осы тақырыпты қозғаймыз. Саламатсыз ба? Сіз No Fake жобасын көріп отырсыз. Ломбардтың тарихы алтын, кедей халық, саудагер, банкир, тіпті корольдермен де байланысты. Орта ғасырда Еуропада шіркеу пайызбен ақша беруге тыйым салады. Бірақ халыққа ақша керек, тіпті корольге де. Сол кезде Италияның солтүстігіндегі Ломбардия аймағынан шыққан бай банкирлер құнды зат қалдыр да ақша ал деген жүйені ойлап тапты. Бұған шіркеу қарсы емес, халыққа да тиімді ұсыныс. Кейін жаңа жүйе бүкіл Еуропаға тараған. Міне, содан бері кепілге ақша беретін орындар ломбард деп аталады. Қарапайым жұрттың жағдайы түсінікті, олар сақинасын өткізіп нан алған, ал корольдерге не жетпейді. Король тәжін өткізіп соғыс ашқан екен. Салық жылына 1-2 рет жиналады, қаржы бірден қолға түсе қоймайды, банк жоқ, ал ұрыс басталып кеткен, әскерге тез ақша керек. Ағылшын, Франция корольдері тәжін кепілге қойып, сол ақшаға сарай салған, той, дипломатия, сыйлықтарға жұмсаған. Бізде ломбардты патша дәуірінен таныдық. Кеңес одағы кезінде де ломбард болды, ал тәуелсіздік алғаннан кейін оның жұмысы жандана түсті. Қазір Қазақстан ломбардқа алтын өткізу бойынша ТМД-да алдыңғы қатарда екен. Өйткені той көп, алтын да жетеді. Қазақстанда тойда алтында көп екені рас. Осы жерде қиюы қиыспайтын мәселе бар. Жұрт алтын үйге сыймай тасып жатқандықтан ломбард жағалап жүрген жоқ. Тұрақты табысың бар ма деп сұрамайды, артық тексеру жоқ, несие тарихыңа да қарамайды. 5 минутта қолыңа ақша ұстатады. Міне, сондықтан қаржыдан қысылғандар ломбардқа барады. Қазіргі уақытта көп ломбардтар алтын алады. Өйткені қазіргі уақытта біздің Қазақстанда көп кісілерде алтын көп. Сотовый телефон алады, компьютер алады, телевизор алады, киімдер алады. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің мәліметіне мән беріңіз. 2025 жылдың қорытындысы бойынша ломбардтардың жалпы табысы 462 миллиард теңге. Табыстың басым бөлігі, яғни 462 миллиардтың 241 миллиарды сыйақыдан түскен. Бірақ бұл таза пайда емес. Таза пайда 127 миллиард теңге болыпты. Былтыр ломбардтан ақша алғандар саны артқан, несие 55 миллиард теңгеге көбейген. Ломбард туралы айтқан соң, олардың үстеме пайызына да тоқталсақ, интернетте елімізде жұмыс істеп тұрған ломбардтардың бірінің сайтына кіріп, 5 грамм алтынды бір айға есептеп көрдік. 585-ші пробаны таңдадық. 217.500 теңгеге бағалады. 30 күннен кейін 230.550 теңге қайтарады екенбіз. Сонда негізгі қарызға 13.050 теңге қосып қайтарасыз, яғни 6%. Бір айлық пайызды, если жаңағына проценттермен орташа сынағанда, где-то 8-9%. 8-9%. Сол, например, анау 100.000 теңге алсаң, содан 8% это получается 8.000 теңге төлейсің. Бір айда, е? Да, бір айда. 95% кісі ақшаларын, то есть кепілдікке қойған алтынын, басқа мүліктерін, жылжымалы мүліктерін алып кетеді. 95%. 5% кісі тастап кетеді. Ломбардтар белгіленген межеден, яғни күніне 0,3%-дан аспауы тиіс. Оны қаржы нарығын реттеу агенттігі бақылап отыр. Ешкімге жастырында, жаңалықта емес, ломбардқа алтынын әшекейін, техника мен тонын өткізіп жүргендердің көбі үйсіз жүргендер. Келісесіз ғой. Отбасы банк ломбардқа жиі баратындарға жеңілдетілген пайызбен ипотекалық несие бермейді. Осындай ақпарат тарады. Әрине, егер бұл шындық болса, жығылғанға жұдырық. Инстаграмда ипотекалық дәрігер деп аталатын парақша иесі мынадай видео жариялады. Мына бір алтын сырғаның арқасында баспанасыз қалды. Өте өкінішті. Арнайы дайындалып жатқан клиентіміз міне бүгін баспана тауып, құжаттарын тексеріп, енді оценка жасамас бұрын предварительно одобрение алайық десек, өздеріңіз көріп тұрсыздар, система скоринг отказ. Бәріміз таң қалдық.
клиент в шоке. Кредит историясын алып тексерсек, ломбардқа алтын бұйымын өткізген. Дер кезінде жапқан, уақытылы төлей салған, ештеңе болмайды деп ойлаған. Бірақ біз ескерткенбіз, ломбардқа, МФО-ға мүлдем жоламаңыз деп. Арнайы YouTube каналда видео бар, 3 жыл бұрын түсірілген. Сізге де айтамыз, ломбардқа мүлдем жоламаңыз. Егер банктың жүйесі сізге ломбардқа, МФО-ға жолағаныңызды көрсе, сол жерден ақшалай қарыз, кредит алғаныңызды, бұйымдарыңызды өткізгеніңізді көрсе, онда скоринг өткізбейді. Неге? Себебі олар МФО-ны жек көреді. Яғни МФО-ға жолаған адамның қаржысы өзіне жетпейді деп есептейді. Сондықтан ломбардқа, МФО-ға жоламаңыздар. Бұл азамат парақшасында ипотекалық несиеге қатысты кеңес берем деп жазған. Жаңағы видеодан түсінгеніміз, оның клиентіне ломбардқа алтын сырға өткізген үшін отбасы банк ипотекалық кредит беруден бас тартыпты. Ломбардтардан кім алады кредитті? Кімдердің алтындары бар, кімдің басқа мүліктері бар, кімдердің нелері бар, жылжымалы мүліктері бар. Солар ғана нетеді. Орташа доходтары бар, кірістері бар, кісілер ғана алады. Жай кісі оған нетпейді, жоламайды ломбардқа. Ломбардтан кіріп ақша алу үшін минимум бір алтын жүзігін болу керек. Ломбард берсе тек қана мүмкіншілігі бар адамға ғана береді. Оны кредитті жауып тұратын нәрсесіне береді кредитті. Сол сияқты ол совсем қайшы келетін, түсінікке қайшы келетін фейк. Әріптестерім осы мәселе бойынша отбасы банкке сауал жолдады, жауабы мынадай. Ломбардта жасалған келісім ипотеканы мақұлдамауға әсер етпейді. Ең бастысы төлем тәртібімен мерзімі өткен қарыз болмау керек. Ал егер өтініш беруші микроқарыз немесе ломбардтағы қарызын кешіктірсе, банк ипотекалық несие беруден бас тартуы мүмкін. Микроқаржы ұйымдар мен ломбардтар бірінші кредиттік бюроға клиенттер туралы мәліметтер беруге міндетті. Бұл ақпарат қарыз алушының несие тарихына әсер етеді және оның несие бойынша есебінде көрсетіледі. Біз қаржы нарығын реттеу агенттігіне де хабарластық. Ломбардтан алған қарыз несие немесе ипотека алуға кедергі болмайды, алайда олардың мақұлдануына әсер етеді. Себебі ломбард алдындағы қарыз жалпы қарыздық жүктемені есептеу кезінде есепке алынады. Қазақстандықтар ипотекалық немесе басқа несие алуға өтініш бергенде банк оның қаржылық жағдайын және қарыздарын төлеуге қабілетін тексереді. Оған қарыз алушының басқа да міндеттемелері кіреді. Мысалы, несиелер, алимент, айыппұлдар немесе басқа да қарыз. Ломбард несиенің мақұлдануына белгілі бір деңгейде әсер ететін болып тұр ғой. Ай сайын алтын өткізсеңіз, затты қайта-қайта кепілге қойсаңыз және төлемді кешіктірсеңіз, мұның бәрін банк жүйелі төлем қабілеті төмен деп бағалауы мүмкін. Осы жерде тағы бір маңызды мәселе бар. Ол лудомания. Отбасы банк клиенттеріне лудоман, не лудоман емес деп диагноз қоймайды, наркологиядан анықтама сұрамайды, психолог-психиатрдың қорытындысын талап етпейді, бірақ клиенттің қаржылық мінез-құлқын тексереді. Қалай? Тікелей емес, транзакциялар арқылы. Және одан да көп төлем картасы бар клиенттер туралы мәліметтерді тұрақты түрде жаңартып отырады. Букмекерлік кеңселерге, онлайн казиноға тұрақты түрде ақша аударсаңыз, онда банк бірден күмәнданады. Микрокредиттер бұл да ипотекаға әсер ететін факторлардың бірі. Неге микроқаржы ұйымдардың клиенттері екінші деңгейлі банктердің күмәнді клиент деп есептеледі? Әрине, егер бір уақытта бірнеше микронесие алсаңыз, қарызды жиі жауып, қайта ашатын болсаңыз, кешіктірсеңіз. Мамандардан лайфхак: ипотекаға тапсырар алдында 6-12 ай микрокредит алмаңыз, ойынды тоқтатып, депозитке тұрақты түрде ақша салыңыз. Сонда скоринг күрт жақсарады. Микронесие ұйымдар мен ломбардтар бірінші кредиттік бюроға клиенттер туралы ақпарат беруге міндетті деп айттық. Сол ақпаратпен келіспесеңіз, қарыз алушы несие берген ұйымға немесе кредиттік бюроға өтініш жазуға құқылы. Кредиттік бюро 10-15 жұмыс күні ішінде қарайды. Кредиттік есепте сіз туралы мәлімет бұрмаланған расталса, кредитор кредиттік бюроға дұрыс мәліметті беруге тиіс. Сонда несиелік тарихыңыз түзеледі. Сонымен қатар, жасанды интеллект туралы заңның 9 бабында адамның
құнды ештеңе жоқ. Қандай технология болса да, адам өмірі, құқығы мен еркіндігі биік тұрады деп жазылған. Яғни жасанды интеллект азаматтардың орнына шешім қабылдап, немесе мәжбүрлемеуі тиіс. Жасанды интеллект тек көмекші құрал болу қажет. Ал соңғы сөз сізден. Мысалы, банктер несие берер кезде скоринг жүйесін қолданады. Бұл да автоматтандырылған жүйе. Оның жауабына көңіліңіз толмаса, немесе келіспесеңіз, қарсылық білдіруге, маманның қызмет көрсетуін талап етуге құқылысыз. Менің айтайын дегенім осы. Ақпаратты оң ойланып қабылдаңыз, алдануға асықпаңыз. Жүздескенше.